Сәлем құрметті достар, бүгін сіздермен өте дәмді, қамыры өте жұмсақ болып пісетін, жылдам дайындалатын ораманың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, ерігенше араластырамыз. Одан соң електен өткізілген ұнымызға 1 жұмыртқаны салып, артынша суды құйып, қолымызбен жайлап қамырды илейміз. Барлық суды бірден құймай, осылай шетінен құю арқылы қамырды жұмсақ етіп, біркелкі болғанша илейміз. Илеген қамырымыздың бетін ауа өтпейтіндей жауып, 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Илеген қамырымыздың арасында қатпарлар қалмау үшін уақыт өткеннен кейін тағы да бір рет илеп, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Ораманы пісіруге арналған ыдысым 4 қатар болғандықтан қамырды 4 бөлікке бөлдім. Бөліктерге бөлінген зуалаларымызды осылай қолымызбен дөңгелете отырып, доп-домалақ болғанша илеп, бетін жауып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз, картоп және тартылған ет қажет болады. Көкөністеріміздің сыртын ашып, жуып, тазалап аламыз. Барлық пиязымызды майда етіп тураймыз. Турап болған соң, пияздарымызды осылай қолмен езгілеп аламыз. Жуылған картоптарымызды бөліктерге бөліп, кубик етіп тураймыз. Ал сәбізімізді үккіштен өткізіп саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді қамырымызды жаямыз. Ол үшін тегіс жерге ұн сеуіп, қамырымызды қолымызбен осылай үлкейтіп аламыз. Қамырдың екі жағын біріктіріп, тағы да жұдырығымызбен үлкейтеміз. Оқтаумен шетінен бастап жаямыз. Қамырымызды оқтауға барынша жақсылап жинап, біркелкі салмақпен қатты баспай жаямыз. Осы әдісті қайталап, өзімізге қажетінше үлкейгенше жаямыз. Қамырды өте жұқа етіп жаймаймыз. Жайып болғаннан кейін қамырымыздың бетіне сұйық майды құйып, барлық бетіне тигізіп, майды жағып шығамыз. Ал енді қамырымыздың бетіне салмамызды салып, осылай жайып шығамыз. Салмамызды салып болған соң, қамырымызды шетінен бастап орап, орамамызды дайындаймыз. Мантыға арналған ыдысымыздың түбіне май жағып аламыз.
Дайын болған орамамызды ыдысқа салып, бетіне сұйық май жағамыз. Бұл жылтырап әдемі болып пісуі үшін. Қайнап тұрған суға ыдысымызды қойып, 45 минут бойы тамағымызды пісіреміз. Ыдысымыздың бетін жауып қоямыз. Біздің орамамыз дайын болды. Беті жылтырап, қамыры жұп-жұмсақ болып, өте дәмді болып шықты. Видеоға лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.